Енді қазіргі күнде жарайна ол қалама бүткіл әлем қазір осы нәрсенің технологияны меңгеріп, оның ішінде балалар қарап отыр. Мен ойлаймын, қазіргі күнде сол телефон арқылы да баланы былайша айтқан кезде ішінде жаңа айтып жатқан спорт саласы болсын, ұлттық ойындары болсын, соны форматын өзгертіп, тіпті ол көріп жатқан мультфильм болсын, кішкентай бала телефонда мультфильм қарауы мүмкін ол. Енді біздің заманымыздағы мультфильмдер қандай еді? Мән мағынасы бар, өзінің басталуы бар, аяқталатын бір өзінің форматта аяқталатын да. Сонымен, ой, қызыл жеріне бітті ғой деп, сонымен тұра қалып далаға шығып кететінбіз. Қазіргі күнде қарасақ, мультфильмдердің басы бар, аяғы жоқ та. Сонымен кетіп баратқан сала құлаш әйтеуір бір мәселе, ана бала қарап отырғаннан басқа түк нәрсе оқып жатқан жоқ ананың ішінде. Мен кейде баламнан сұраймын, кішкентайыма. Балам, не көріп жатсың? Не түсіндің деймін ғой. Түсінген ешнәрсе жоқ. Кейін барынша әйтеуір алысып, көретін болсаң, қазақша мультик көресің. Мысалы, Қажымұқан атамыздың әдемі мультфильм шықты. Мына Қазақ хандығының әдемі мультфильм шықты. Мен айтамын, тарих көрсейші балам деймін. Енді қарасам, қазір Керей Жәнібекпен атамызды мультфильм арқылы мен балам жақсы таниды. Оның жаңағыда қандай батыр болғандарын мультфильм арқылы ғана айтып бере алады да, кішкентай балам. Мен ойлаймын, солай форматтарды қазір заман талабына сай, заманауи дейді ғой. Заманауи жаңағы спорт саласы болсын, ойын, жаңағыдай қызығатын мәселелерді соны планшетіне, телефонына, және құрғана ойын емес ол жерде. Ойынның сондай бір мотиві сондай болса, жаңа мультфильмнің. Сол бала ананы біткен кезде ол далаға жүгіріп шығатындай болу керек. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой. Яғни баяғыда үйіне кіргізе алмайтын еді, қазір үйінен шығара алмай жатыр. Неге шығара алмай жатыр? Өткен сыртта баланың іздеген нәрсесін ол таппай жатыр. Телефон қызық болып тұр. Телефон қызық болып тұр. Өңшең жасыл мен көк қызылды анау баланың көзіне алатын нәрсенің бәрін қойып тастаған, балаға сол қызық болып тұрған жерде. Оны сыртқа шығатындай, оның көріп тұрған көрінісінде, фонда оны сыртқа итеретін ешнәрсе жоқ ана жерде. Көрдіңіз ба? Демек, оған сонда ата-ананың, ағаның, жалпы қоғамның жаңағы балдардың жаңағындай сыртқа шығып ойнап, жаңағындай қайратты болып, мықты болып жүруіне барлығының әсері. Әрине.